Оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы мейірімділік асыл қасиет. Ребята, тема сегодняшнего урока – доброта, благородное качество. Мақсаты жаңа сөздермен танысу, ертегіні болжап айтуды үйрену. Сегодня познакомимся с новыми словами и научимся предполагать содержание сказки. Бүгінгі өтетін жаңа сөздер – мейірімді, добрый, көрікті, красивый, қарапайым, простой, обыкновенный, еңбекқор, трудолюбивый, ыстық, горячий. Қайталайық. Мейірімді, көрікті, қарапайым, еңбекқор, ыстық. Жақсы балалар, енді осы жаңа сөздерді сурет арқылы қайталаймыз. Мейірімді, көрікті, қарапайым, еңбекқор. Жарайсыңдар балалар, осы сөздерді пайдаланып сөз тіркесін құраймыз. Давайте составим словосочетание с этими новыми словами. Мейірімді сөзіне сөз тіркесін қалай құруға болады? Мысалы, мейірімді оқушы, көрікті қыз, қарапайым бала, еңбекқор адам. Жақсы, келесі ертегіні оқы. Ребята, сегодня будем проходить сказку. Сказка называется «Мейірімді қыз», то есть «Добрая девочка». Внимательно посмотрите на картинки. И скажите, какая, по-вашему, эта девочка? Бұл қандай қыз? Чтобы рассказать свои догадки, вам потребуется слово «менің ойымша», что означает «по-моему», и слово «себебі» «потому что». Мысалы, например, «менің ойымша, бұл қыз өте мейірімді». То есть, по-моему, эта девочка очень добрая. Себебі ол тұлпарды жақсы көреді, потому что она любит лошадей. Жақсы. Ал енді осы ертегіні оқиық. Давайте прочитаем эту сказку. Жолды қалай табамын? Көмектесіңдер. Келе ғой тұлпарым, көзіңді сүртіп берейін. Қазір жалыңды да тараймын. Бәлішті тойып жеп алайын. Өте ыстық екен, қалтамды да толтырып алайын. Бұлақты тазалау керек. Қазір мен саған көмектесемін. Піскен алманы теріп алайын. Өте дәмді болар. Үйді жинап, тамақ пісіремін. Сендерді де тойдырамын. Әзірше, міне, бәлішті жеңдер. Ертегіні оқып болдық. Не түсіндік? Расымен қыз мейірімді екен түсіндік, Ребята, прочитав сказку, мы поняли, что девочка действительно очень добрая, да? Жақсы, келесі тапсырма. 4-ші тапсырма қарамен берілген сөздерге сұрақ қой. В этом задании вам нужно будет сначала записать слова, которые выделены жирным шрифтом в тексте, то есть в этой сказке. Затем задать к ним вопрос. Мысалы, первое слово там «жолды», то есть «жолды» – дорогу, отвечает на вопрос «что», то есть «нені». «Жолды» – «нені», «көзіңді» – «нені». Ребята, обратите на окончание перед тем, как задать вопрос. С остальными словами точно так же. Это задание письменное, выполняйте в тетради. Келесі 6-ші тапсырма. Ертегінің соңын болжап көр. Ребята, в этом задании вам нужно будет предположить, как закончится эта сказка. На следующем уроке будем разбирать ваши версии и чьи варианты более верные и подходящие.
Ал енді үй тапсырмасы. 5-ші тапсырма антонимдерін жаз. В этом задании вам нужно будет к словам подобрать антонимы. Что такое антонимы? Ребята, антоним дегеніміз мағынасы қарама-қарсы сөздер. Мысалы, ақ, қара, үлкен, кішкентай. Мына сөздерге антонимдерін тауып жазамыз. Вам нужно будет к этим новым словам, которые мы сегодня с вами проходили, подобрать антонимы. Ендігі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыз.